Өмірдің ең бір әсерлі қасиеттерінің бірі оның түске ие бола алатындығы. Түстің табиғатын түсіну үшін оған толқын сияқты қарау керек. Бірақ алдымен жалпы толқын жайлы сөз қозғайық. Көз алдыңызға қалтқының батып, қалқығанын көріп отырғандығыңызды елестетіп көріңізші. Сіз ең бірінші болып бұл құбылыстың қайталанатындығын байқайсыз. Қалтқы өзінің қозғалысын қайта қайталайды. Үстіне, астына, үстіне, астына. Бұл периодта қайталанатын қозғалыс толқынға тән сипаттама. Сондай-ақ, сіз тағы бір денені байқайсыз. Секундомердің көмегімен қалтқының жоғарыға көтерілуге қажетті уақытты белгілеңіз. Кейін төменге, және қайтадан қалқып шығуға. Бұл үрдіс 2 секунд алды делік. Сіз физиктердің тілінде айтқанда толқынның ауытқу периодын есептедіңіз. Яғни, бұл толқынның жоғарыға және төменгі шектерге жетуге қажетті уақыты. Бұл мәліметтер жиілік есептеу кезінде өзгеше белгіленуі мүмкін. Атауы айтып тұрғандай, жиілік толқынның қаншалықты жиі жүретіндігін, яғни 1 секунд ішінде қанша толқын өтетіндігін көрсетеді. Егер сіз бір толқынға қанша уақыт қажеттігін білсеңіз, 1 секундта неше толқын өтетіндігін жеңіл есептей аласыз. Егер толқын 2 секунд уақыт алса, 1 секундтағы жиілік жарты толқынға тең. Енді жарық пен түсіктер жайлы сөз қозғайық. Жарықты толқын десек, оның жиілігі болу керек емес пе? Я, солай. Бізде көзіміз байқайтын толқынның жиілігінің атауы бар екен. Бұл түстер. Бұл дұрыс, себебі жарық дегеніміз жарық толқындарының ауытқуының өзгерісі. Егер біздің көзіміз ақпаратты тез қабылдаса, біз бұл периодты қозғалысты судағы қалтқы сияқты байқар едік. Біз көретін жарықтың жиілігі өте жоғары. Ол жоғары, төмен шамамен секундына 400 триллион рет ауытқиды. Біз оны толқын ретінде ажырата алмаймыз, бірақ оның жиілігін түсі бойынша салыстыра аламыз. Ең төмен жиілік жарық қызыл, ал ең жоғары күлгін. Осы екеуінің арасындағы жарық көрнекті спектр деп аталады. Сіздің үстеліңізде сары қарындаш бар делік. Күн барлық түстерді шағылыстырады, ал бұл түстер сіздің қарындашыңызға түседі. Демек, ол сары түсті көбірек шағылыстыратындықтан сары болып көрінеді. Ал қалған түстер жұтылып, оларды энергиясы жылуға айналады. Басқа заттарда да осы құбылыс жүреді. Көк заттар көк түсті, қызыл заттар қызыл түсті шағылыстырады. Ақ заттар барлық түстерді шағылыстырады. Қара заттар болса керісінше жұтады. Міне сондықтан сізге шуақты күні сүйікті металлик тобының футболкасын киген ұнамас.